Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Танабаева Гүлмира Төлебаевна сіздерге мектеп жасына дейінгі балаға әдебиеттік білім беру пәнінен дәріс оқимын. Бүгін бізде 5-ші лекция. 5-ші лекциямыздың тақырыбы эпостық жырлардағы балалар шығармашылығына тән мұралар болып табылады. Жалпы эпостық жырлар мектеп жасына дейінгі балаларға сюжеті және өзінің көнелігі, тілінің көнелігі, поэтикалық жағынан әрине ауыр болады. Алайда біз осы эпостық жырлардың белгілі бір элементтерін, үзінділерін пайдалана отырып, мектеп жасына дейінгі балаларға шебер және көркем пайдалануға болады. Осы тақырып аясында біз келесі мәселелерді қарастырдық. Бірінші мәселе эпостық жырлардағы балалар шығармашылығына тән мұраларды, яғни мектеп жасына дейінгі балаларға тән мұраларды қамтуға тырыстық. Бірінші мәселе бойынша. Екінші мәселе бойынша мектеп жасына дейінгі балаларға әдебиеттік білім беруде батырлар жырының орны, маңыздылығын көрсетуге тырыстық. Қандай шығарма болса да, оның негізгі мақсаты тәрбие. Ауыз әдебиеті халықтың ой санасы мен мінез құлқын қалыптастыратын тарихи мектебі. Батырлық жырлар сол мектептің маңызды құралы. Қаршадайынан халықтық ауыз әдебиетін сүйе тыңдап өскен әрбір қоғам мүшесі еліне пайда тигізетін ер болуды армандады. Тәрбие мүддесіне сай, халықтық эпостық шығармаларға сюжеттер ендірді. Мінездеу мен кульминация неғұрлым әсерлі болуын қарастырды. Жеке образдар көркемде шебер жасалынып, есте мәңгі қалатындай әсерлі болды. Ой түйіндері өнегелі өрнекпен құрылды. Бағдарлай зерттей байқасақ, эпостық шығармалардың тәрбиенің алуан түрі бар. Бұл жерде балаларға дене шынықтыру тәрбиесі, ақыл-ой тәрбиесі, адамгершілік тәрбиесі, еңбек сүйгіштік, эстетикалық, отан сүйгіштік тәрбиесі көптеп кездеседі. Батырлық жырлардың табиғатындағы мақсатты мұрат және осылар болып табылады. Яғни батырлық жырлардың негізгі мақсаты да балалардың бойына осы қасиеттерді қалыптастыру болып табылады. Жалпы батырлар жырының пайда болу кезеңдеріне қарай біз ғалымдар үш топқа жинақтаған. Бірінші ол көне заманғы эпос, ертегілік эпос, архаикалық эпос, көне эпос, мемлекетке дейінгі эпос деп қарастырған. Алғашқы кезеңдегі эпостық жырларды атау үшін қолданып жүр. Бұлардың қатарына Ергене қон, Атилла, Ертөстік, батырлар туралы эпостық жырларды жатқызады. Екіншіге тарихи кезеңдердің эпосы, түрік қағанаты, Оғыз хандығы, Ноғайлы дәуірі, Қазақ хандығы кезеңіндегі эпостар, оған Қорқыт кітабы, Алпамыс, Қамбар, Қобланды, Ертарғын жатқызылады. Ал үшінші кезең бұл жаңа дәуір эпосы, оған яғни тарихи жырлар 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліске байланысты туған Еспенбет, Өтеген, Нарқыз, Сұраншы батыр жырларын жатқызсақ болады. Жалпы эпостық жырлардың осы даму кезеңдеріне қарай ғалымдар топтастырған болатын тұғын. Эпостық жырларды жалпы батырлар жыры, әлеуметтік тұрмыстық эпос болып табылады және тарихи жырлар. Әрине мектеп жасына дейінгі балаларға біз көбінше батырлар жырының белгілі бір элементтерін ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті барысында пайдаланып отырамыз. Батырлар
Батырлық эпос шығу мерзімі жағынан түрік қағанаты, оғыз қыпшақ, ноғайлар дәуірлерімен ерекшеленеді. Және де осы кезеңдердегі тарихи оқиғалар эпостық жырларда өзіндік бір көрініс тауып жатады десек болады. Батырлық жырлардың классикалық үлгілері бұл Алпамыс, Қобланды, Ертарғын, Қамбарлар болса, тұтастану құбылысына жауап беретін Қырымның 40 батыр жырлары да бар. Эпикалық батырлық жырларды жырлаушы көптеген өнер өкілдерінің есімдері мәлім. Ауыз әдебиеті жанрының ішінде осы батырлар жырын жырлаған көптеген біз жырауларды аттарын білеміз, және де еңбектерде кездесіп жатады. Жалпы ауыз әдебиеті шығармаларының халыққа көп тараған түрінің бірі бұл батырлар жыры. Жыр әр батырдың әр кезеңдегі төтенше қайрат, асқан ерліктерін жырлаған жеке өлеңдерінің қосындысы болып табылады. Батырлар жырының тақырыбы тарихи оқиғалар, отанды қорғау, елдің әдет ғұрпы, салт санасы, олар бір-бірімен тұтас байланыста бейнеленеді. Батырлар жырының тақырып таңдауында да, композициясында да, оқиғаны баяндап беру әдістерінде де өзіндік ерекшеліктер бар. Онда бір тапқа не бүтін бір халыққа ең қызықты деген оқиғалар суреттеледі. Кейіпкерлері даңқты батырлар, ұлттық қасиеттерді бойына сіңірген халық қаһармандары болып табылады. Яғни елдің маңдайына біткен ұлы болып табылады. Енді осы батырлар жырының әрқайсысына қысқаша тоқтала кетсек, бірінші біз Алпамыс батыр жырына тоқталсақ, Алпамыс батыр жыры Орта Азия елдерінде ерте дәуірде ру болып жүрген тұсында туған туынды. Сондықтан Алпамыс жыры Орта Азия халықтарына ортақ мәдени мұра. Алпамыс батыр жырының негізгі ұстанымы ру бірлігін сақтап қалу. Жырда Алпамысты қалмақ еліне жібереді. Ол өкпемен көшіп кеткен ел жұртының бір бөлігін қайтару, оны қоңыраттарға қайта табыстырғысы, татуластырғысы келеді. Алпамыс бейнесі халықтың руға қамқор, қорған батырды арман еткендігінен туған бейне. Алпамыс батыр жыры жас жеткіншектерді, яғни балаларды, бірлік бар жерде тірлік бар, елдік барын аңғартады. Жалпы батырлар жырының негізгі мақсаты да осы болып табылады. Батырлар жыры ел аузында, батырлар жыры ауыз әдебиетінің маңызды да күрделі жанры. Оны оқытудағы қиындығы, ұзақтығы, тілінің бүгінгі балалар үшін сонылығы, поэтикалық ерекшелігінде. Әсіресе оны оқыту бастауыш сынып пен мектеп жасына дейінгі балаларға өте қиын, алайда қажет. Өйткені бала осы кішкентайынан бастап батырлықты, отанына деген сүйіспеншілікті, бірлікті, ынтымақты білуі қажет. Яғни достыққа адалдық, жүректің беріктігі, ел мүддесін бірінші орынға қоюды ескеру керек оқырман. Осы және оның бірлігін сақтау идеясы жырдың өмірлік күші болып табылады. Енді батырлар жырының ішінде ерекше жырлардың бірі бұл Қобланды батыр жыры. Қобланды батыр жырындағы Қобландының ерлік іске бастаған да, оны рухтандырған да халықтың намысы және халық. Қобландының батыр атануы, оның ел жұртын адал ниет, шын көңілмен сүйгендігінен. Сонымен қатар жырда Тайбұрылдың шабысы өте әсерлі суреттелген. Және де ескере кететін жайт, осы
Ыбырай Алтынсарин 1879 жылы жарық көрген қазақ балалар үшін арнап жазған ең алғашқы оқулық қазақ хрестоматиясында да осы Тайбұрылдың шабысын балалар жасына ерекшелеп ықшамдап үзінді есебінде ұсынған. Тайбұрылдың шабысына келер болсақ, жырда құбылып бұрыл гуледі, табаны жерге тимеді. Тауменен тасты өрледі, төрт аяқты сермеді. Құлақтың түбі терледі, тер шыққан соң өрледі. Адырды көзі көрмеді, көлденең жатқан көк тасты тіктеп тиген тұяғы сазбалшықтай иледі деп керемет сүйреттеп балаларды өзіне еліктіріп жетектеп кететіндей көріністі сипаттап берген. Енді батырлар жырының ішіндегі өзіндік бір сюжеті жағынан қызықтысы бұл ер тарғын жыры болып табылады. Тарғын бір рудың ғана емес, бүкіл ноғайлы жұртының батыры. Оған ноғайлы атанған елдің алыстығы жоқ, бәрі де жақын, тума туыс болып көрінеді. Тарғын басқыншы жаулардан өзінің ел жұртының елдігін қорғауды және сол елдің бірлігін сақтауды, оған қызмет етуді мақсат етеді. Және де сол үшін аянбай қызмет етіп, ерлігін көрсетеді. Батырлар жырының ішінде сонымен қатар Қамбар батыр жырының да басты идеясы халыққа қызмет еткен батырды, оның ерлік істерін ардақтаудан туған. Егер басқа жырларда батыр образы көбінесе бірден оның күреске, аттанысқа қатысуын суреттеу арқылы жасалса, олардан Қамбар образының елеулі айырмашылығы бар. Халық жыры оны қарапайым халыққа ел қорғаған батырды ғана емес, қарапайым халықты ардақтайтындығы байқалады. Жалпы батырлар жырының тәрбиелік мәні орасан зор. Біз өзіміз ұйымдастырылған іс-әрекетте осы батырлар жырының образдары арқылы, батырлар жырынан үзінді оқу арқылы, суреттеу арқылы баланы біріншіден ерлікке, отан сүйгіштікке тәрбиелесек, сонымен қатар әр батырдың өзіндік серігі, жан досы, тұлпарды, яғни Алпамыстың Байшұбар, ер тарғынның Тарлан, Қобыланды батырдың Тайбұрылын бейнелеу арқылы белгілі бір кәсіпке бейімдесек те болады. Яғни мал шаруашылығының ажырамас бөлігін, аттың, ер азаматтың жеті қазынасының бірі екендігін көрсетуге болады. Жалпы қорыта айтқанда, қазақ халқы ат үстінен түспеген, кешегі күндері ұл баланың бойында жылқы малына деген құрмет, оның қасиетті құтты жануар, қала берді ер қанаты екенін жете түсіну маңызды болған. Кішкене күннен естіп өскен жырлардағы тұлпарлар бейнесі баланың бойында осынау батырларға айнымас серік болған сәйгүліктерді, сарқылмас ынтызарлықты оятады және балаларды батырлыққа жетелейді. Жырларда кездесетін адам мен жылқының етене жақындығын, тұтастығын жырда керемет кездесіп отыр. Және бұл баланы өзіндік бір қазақтың киелі жануарын қадірлеуге бағыттайды десек болады. Батырлар жыры балаларды тек қана батырлыққа, ерлікке ғана емес, сонымен адалдыққа, еліне деген отан сүйгіштікке, ер азаматтың бойына тән қасиеттерді қалыптастыруға көмектеседі. Батырлар жыры бойынша біз Рахманқұл Бердібаевтың қазақ эпосы, эпос ел қазынасы, Шәкіп Ыбыраевтың эпос әлемі еңбектерін, сонымен қатар Серік Қасқабасовтың қазақтың халық прозасы еңбектерін пайдалануға болады. Ал құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.